Құрметті достар, бүгін жергілікті уақыт 7-тен 15, 4 сәуір 2025 жыл. Бүгін сіздерге біз әлемдегі оқу ағарту ең үздік деп саналатын Финляндияның оқу ағарту туралы айта кетпекшіміз. Финляндия солтүстік Еуропаға орналасқан, ортасы өте көркем мемлекеттердің бірі. Финляндияның оқу ағартуының басты ерекшелігі барлығы бірдей, тегін. Финляндия халқында ең жақсы мектеп, үйге ең жақын мектеп дейтін сөз бар. Финляндиядағы мектептерде оқу құралдары тегін, денсаулық сақтау, медициналық тексеру тегін, мектепке әкеліп апару, қатынас тасымалы тегін, негізі барлық дүниелер тегін. Екіншісі, балалар 7 жастан бастап бастауыш мектепке қабылданады, 100% мектепке кіреді. Оларда жазу, оқу, арифметика сияқты талаптар қойылмайды. Олардың басты мақсаты балаларды бақытты қылып тәрбиелеу, балалық шағын ең алаңсыз өткізу. Балалар 16 жасқа келген кезде бір рет емтихан алынады. Бұл ең үздік сынау емес, қайта гимназияға, орта мектептерге оқушыны қабылдау. Университеттерге қабылдау емтиханы толық ортаны бітірген соң басталады. Бұл реткі емтихан негізгі пәндерден алынбайды. Қайта оқушылардың өмір сүру дағдыларын тексеруді мақсат етеді. Финляндиядағы бұл реткі емтиханда оқушылардан жұмыссыздық туралы пікір білдіру, денсаулық сақтау және арықтау сықылды дүниелерді білу, спорт, саясат, заң, этика, жыныстық тәрбие, есірткі және поп мәдениет туралы ұғымдардан қаншылық сауаттылық барлығын сынап көру мақсат етіледі. Ең соңында айтатынымыз Финляндиядағы мұғалімдерге қойылатын талап. Финляндияда мұғалімдердің барлығы магистр дәрежесін алуды, магистр дәрежесінде болуды жолға қойылған. Сіз бастауыш мектеп сыныптарына мұғалім болу үшін де қосымша пәндерден мамандықтар оқуыңыз керек. Мұғалімдердің жалақысы орташа деңгейде, бірақ жоғары емес. Финляндиядағы мұғалім болу ең таңдаулы мамандық саналады, әрі ең беделді кәсіп. Мейлі Финляндияның оқу ағартуы қаншалық болса да, әр елдің жағдайына үйлесе бермеуі мүмкін. Өйткені әлемдегі ұлттардың этикасы шығыс пен батыстың білім дәрежесі ұқсамайды. Біз тек өзіміздің білгенімізді сіздерге айтып бөлісуді мақсат еттік. Бізге тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыз. Сіздерге қашанда әдемі таң, жақсылықтар тілейміз.